Сәлем достар, мен бүгін мастер-класс кішігірім түсіріп жатырмын. Мынандай митингке күртшікпен тоқығым келіп тұр. Тоқылу өте оңай. Жаңадан тоқып жүрген қыздарды тез тоқып алады. Мынандай болады, митингке дегенді қолғап қой. Осындай квадрат тоқып, былай мына жерінен мына саусаққа арналған тесік болады да. Былай не болады. Бірінші өзіңіздің қалаған қолыңызды өлшейсіз, қалай мына ұзын мына жерге дейін қалайсыз ба, не болмаса қысқасын, не болмаса мынандай. Мен мысалы былай қойып алған кезде, міне санаған кезде осындай болып өлшедім, осындай ұзындықпен воздушный цепочка алып алдым да, қолыма санап алдым. Примерно 27 петля шықты. Сол 27 петляны мен өстіп ұзыннан өсіріп жатырмын. Қазір бір 2 рет қалды. Примерно менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, где-то 25 ряд болуы мүмкін. Мен қазір өлшеп көремін. Сол кезде мен сізге точно айтамын. Қазір 23 рет тоқып жатырмын. 24-ті тоқып, өлшеп, қайтадан тоқып болғаннан кейін өлшеймін. 23 ряд кәдімгідей без кәдімгі столбик тоқимыз. Обычный столбик без накида тоқимыз. Цепочка алып аламыз. Жаңағы мен курсымда алдында сабақ бар, қалай тоқу керек екенін басында. Соны көрсеңіздер болады. Оған подробно тоқталмай қойын. Өстіп тоқып шығамыз. 23 рет тоқыдым. Қазір 24 ретті тоқимын. Мына соңғы петляны алғаннан кейін бір петля подъема бұрыламыз да кері қайтамыз. Мына жерде 1, 2, 3 петляға, басында 3 петлядан бастаймыз. 24 ряд мен тоқып жатырмын. Старайтесь ровно тоқуға, петля в петлю, ешқандай артық қоспай, кем алып қалмай. 27 петля до конца жүру керек мына жерге дейін. 24 ряд тоқып жатырмын. Егер сіз кішкентай балаға тоқысаңыз, кішкене қысқалау тоқсаңыз болады, үлкендеу тоқсаңыз болады. Өзіңіздің размеріңізге қарай тоқисыз. Міне мен 24 рядты, в принципе, уже мынау менің қолыма сияды. Міне былай қойған кезде, міне қараңыздар. Міне былай қойған кезде менің қолым кәдімгідей 4 саусақ келіп тұр. Мына 24 рядтан кейін мен қазір бұны жабамын. 24 ряд тоқып болдым. Мысалы қазір. Соңғы ряд. Столбики без накида, кәдімгідей тоқылуы өте жеңіл. Бір кеште өзіңізге қысты күнге кигенге митингке тоқып алсаңыз болады. Күртшікпен, жіпті мен Alize Superlana Maxi алдым. Бір мотоктан 2 митингке шығады, еще қалады кішкене. Күртшік мен номер 5 алдым. Мынау менде соңғы ряд. Енді мен мына жерін кішкене бір әрлегім келіп тұр. Маған мынау ұнамай тұр. Сол үшін мен соңғы ряд тоқып болғаннан кейін бір воздушная, мен уже мына жерді тоқимын. Бұл жерге мен бірінші петляның алдына саламда полустолбиктер тоқимын. Полустолбик дегеніміз сол былай алып шығарамыз. Екеу петляда, күртшікте 2 петля, екеуінен былай шығарамыз. Келесі салдық, сразу петлядан шығарамыз. Сол кезде мына жерде косичка, мындай оформлениемен косичка пайда болады. Сонда более законченный, әдемі көрінеді.
полустолбикпен полностью айландырып шығамыз осы рядты. Көрдіңіз бе? Мына жерде косичка пайда болды. Сол кезде более законченный, кішкене аккуратно болып көрінеді. Мен мына жерін көрдіңіз бе? Мында оформить етіп алдым косичкамен. Енді тура солай мен мына жерде шов жасап жатырмын. Шовты солай бастадым. Екі жақтың петлясын алып отырып, мен өстіп шов жасадым. Көрдіңіз бе? Мына жерде косичкасы бар, әдемі шов. Енді маған мына саусаққа мына жерде тесік жасау керек. Сол үшін мен тек қана мына жерді ғана алып отырмын. Тура жаңа полустолбик алған сияқты, тек қана бергі шетіндегі петлялардан полустолбик жасадым. Примерно мен қазір айтайын сіздерге. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петля алдым да. Енді ары қарай мына жерден 9 петля отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі петляны мына жерден осы тұстан бірге алып ары қарай жалғастырамыз. Қазір көрсетейін қалай болатынын. Петля кіргіземіз. Мына жерден аламыз. Екеуін бірге. До конца өстіп полустолбиктермен тоқып шығамыз. Сол кезде мына жерге біздің мынау саусаққа тесік пайда болады. Ары қарай жалғастырайық. Енді мына последний соңғы петляны өстіп алып алғаннан кейін воздушная петля дейміз де, тура солай басын жаңағы оформить еткендей, мынандай косичка ретінде. Тура солай аяқ жағында солай шығамыз. Қазір жіппен кончиктарын бәрін тығамыз, көрсетпей. Өстіп айналдырып, ақырындап тоқып шығамыз. Тура осында косичка пайда болады. Сол кезде законченный вид болады. Ары қарай өзіміз бітіреміз. Кончиктарын тығамыз. Мына жаққа, изнаночный сторонаға. Крючокпен не болмаса инемен былай тығып көрсетпей кончиктарын бәрін тығып тастаймыз. Соңғы петля. Енді мына жерден жіпті қырқамыз да кончиктарды тығамыз. Сонымен біздің митингіміз дайын. Кеп көрсек болады. Осындай митинги пайда болды десек болады. Тура осы өлшеммен, тура осы санмен 24 ряд, 27 петля өстіп тоқып екіншісін тоқимыз. Сіздерге сәттілік. Менің парақшама қосылыңыздар. Көп нәрсе әлі тоқимыз.